Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет картошка мен чебурекілер пісіретін боламыз. Чебурекелеріміз өте қытырлақ болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай қып-қызыл болып шықты. Және арасы тоқтай пісіп шықты. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, ұнап жатса өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Ең алдымен картопымызды ашып, жуып тазалап, осылай майда бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып, тұз салып қайнатып аламыз. Алдын ала електен өткізген ұнымызды дайындап, қайнап тұрған ыстық суымызды алып, үстіне сұйық майымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың ортасын ашып, қасықтың көмегіменен жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Суымыз қатты ыстық болғандықтан қолдарыңызды абайлаңыздар. Енді қолымыздың екеуіменен ары қарай қамырымызды илеп жалғастырамыз. Қамырларымыз дайын болды. Дайын болған тестамызды пакетке салып, бір шетке қалдырып қоясыздар. Салмасына кірісетін боламыз. Пісіп шыққан картопымызды суымыздан сүзіп алып, осылай арнайы құралдың көмегіменен немесе шанышқының көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Жуып алған көк пиязымызды майдалап тураймыз. Дайын болған пиязымызды картопымыздың үстіне салатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз кішкене. Жақсылап араластырып аламыз. Және алдын ала ертіп дайындап қойған сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және сүтімізді өлшеп құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Осыменен салмамыз дайын. Толық рецепті төменде описанияға жазып кеттім достар. Сол жерден көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Енді қамырымызды алып, тағы да иілеп, 10 минутқа қалдырып қоясыздар. Қамырларыңыздың июі қанып әдемі болып тұрады. Арада уақыт өткен соң қамырларыңызды алып, 3 бөліктерге бөліп алдым. Және майда-майда етіп, көз мөлшерменен кесіп, жаюға ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Осылай енді домалақ форма жасап аламыз барлығын. Артық қамырларымыздың бәрін пакетке салып, жауып қоямыз, қаясып қалмау үшін. Оқтаудың көмегіменен ешқандай ұн сеппейсіздер, май жақпайсыздар, жақсылап осылай қамыр жайып аласыздар дөңгелек форма етіп. Қамырларымыздың бәрін жайып болдық. Енді чебурекілерімізді түйуге кірісеміз. Бір ас қасық салмасын салып, бетін жауып, жақсылап қолдарыңызбен басып аласыздар дағыны. Үстінен осылай шанышқының көмегіменен басып шығасыздар жақсылап. Майға салған кезде ашылып кетпеу керек. Осы уақытта қазандарыңызды отқа қойып, үстіне май құйып қыздырып қойыңыздар. Оттың астын орташа етіп қоясыздар. Қатты қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Міне тағы бірін көрсетіп жіберейін. Бір қасық салмасын саласыздар. Яғни картопымызды, қамырымызды қайтарып, қолымыздың екеуіменен жақсылап басып аласыздар дағыны. Шанышқының көмегіменен үстінен тағы да басып шығасыздар. Бәрін осылай жасап аламыз достар. Жасалы өте оңай. Міне қызып тұрған майымызға салып, екі беті қызарғанша аударып, пісіріп аламыз. Және дайын болған чебурекілерімізді астына қағаз салфетка қойып, тарелкаға салып алыңыздар. Артық май болса, сол салфеткаға қалдырамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, өте керемет болып шықты. Қамыры деген өте хрустящий.
жасалуы өте оңай қыздар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді заттардан тұратын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге де ас болсын, назарларыңызға көп рахмет.